Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге қазақтың ұлттық тағамдарының бірі жентті дайындайтын боламыз. Мен сіздерге екі түрлі әдісімен бөлісемін. Құрғақ ыдысқа талқанымызды салып, оның үстіне қант салып, одан соң ерітілген сармайымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Одан соң жылы сүтімізді құйып араластырамыз. Мен барлық заттарды көз мөлшерімен жасап жатырмын. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Енді формамызға жентті нығыздап саламыз. Осы менің каналымда көптеген рецепт түрлері бар, тіркеліп кетсеңіздер болады. Енді бетін жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Енді екінші әдісімен бөлісемін. Осындай печеньені жақсылап блендерден өткеріп, ұнтақтап аламыз. Құрғақ ыдысқа талқанды салып, оның үстіне печенье, қант, сармай, тағы да сүт құйып, біркелкі болғанша араластырамыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет болып шығады, балаларыңызға қатты ұнайды. Осылай қолымызбен жинап көргенде өз формасын ұстап тұрады. Сонда жентіміздің дайын болғаны. Одан соң жентімізді қолымызбен дөңгелек формаға келтіреміз. Енді тоңазытқыштағы жентімізді алып, осылай ыдысымызға саламыз. Мінекей әдемі болып, формасын ұстап тұр. Енді пышақпен өз қалауыңызша кессеңіз болады. Мінекей екі түрлі жентіміз дайын болды. Оңай әрі тез дайындалады. Жасап көріңіздер, назарларыңызға рахмет.